осы мұқтаждарға көмек беру үшін ғана шықты негізі. Бірақ неге ол мұқтаждарға бермейді, неге жағдай бар отбасыға беріледі? Өтірік алып жатқандар бар ма? Бар. Ол бар. Жемқорлық мәселесі. Сол жемқорлықтан бағанағы айта кетейін дегенім, 2 мәрте ғана қарыз бергенмін, бірақ қайтарылмады. Қойдым. Қабірді қазылған қабірді 1 сағат жату тұр. Келесі біз түсірілімді қабірді көрейік. Ассалаумағалейкум, құрметті Азат Ньюс ақпарат порталының оқырмандары. Бізде еркін тақырыпта алдарыңызда ерікті жыл үздік қамқоршысы номинациясының иегері, Мейірім порталының директоры Асан Жазира қастарыңызда. Асан Жазира ханымға бүгін сұрақтар жаудырамыз. Бұл кісі бізге жауап береді. Дайынсыз ба? Дайынсыз. Жазира ханым, өзіңізді бір таныстырып кетсеңіз. Қайырлы күн, баршаңызға. Менің есімім Асан Жазира Төлеубергенқызы, Мейірім порталының директоры боламын. Және жылдың үздік қамқоршысы деген номинацияға ие болдым осы жылы. Тағы да жылдың үздік ерікті деген атқа ие болдым. Еріктілікпен қанша жылдан бері айналысып жатырсыз? Ерікті болып жүргеніме уже 8 жылдан астам болды. Соның карантин кезінде, пандемия кезінде кішкене көзге көрініп қалған кезіміз бар. Осы уақытқа дейін пандемия басталмай тұрып көзге көрінбеген болатын, себебі барлық жұмысымызды ешқандай жария қылмай, жасырын түрде, ешқандай интернет желісіне салмай жұмыс жасап келетінбіз. Негізі біздің мақсатымыз бір алғыс хат алу, или жоғарыдан мемлекет тарапынан бір жоғарғы мәртебе ие болу емес. Негізі мақсатым халыққа қызмет ету, еліне қызмет ету мүмкіндігіне ие болу. Ол міндетім деп білем, еліне қызмет ету. Әр азаматтың міндеті еліне қызмет ету. Тамаша. Үйде қанша жансыздар? Отбасыда? 5 ағайындымыз. 3 қыз, 2 ұл. Ең үлкені мен. Үйдің өзінде жаңағыдай арығы да, тырығы да, қырсығы да бар. Еркесі өзім. Қырсықпын дейсіз ғой? Енді аздап болады, барлығымызда қырсық болмаса, ол балама тәрбиелеу міндеті. Ол қыздарыңыз бар ма? Өзіңіздің? Өзім 3 балашағым бар. 2 қыз, 1 ұлым бар. Өзіммен бірдей болып отыр. Жастары да, бойлары да. Үлкен қызым өнер жасар. Қасымда қоғамдық жұмысқа кеткен кезде сол үлкен қызым менен кейінгі ана, әрі үлкен қыз басшы болып береді. Енді жалпы өзіңізді осындай көптеген істерге атсалысып жүрсіз. Өзі жалпы қаражат қанша табасыз? Жалпы зарплата дейміз ба, болмаса өзіңіздің жеке бір табыстарыңыз бар ма? Негізгі ең төмен жалақы сол 100 мың. Бала-шаға жетеді қазіргі заманда? Енді жетпейді ғой, бірақ қосымша тағы да жұмыс жасаймын. Кредит аласыз ба? Жоқ, мүлдем жоқ. Кредиттің аяқ жағы оңай емес. Алу тең де аласың, бірақ оның төлеуі бар, алдарына қарап алу керек дегендей. Қанша балам бар дедіңіз? 3 бала-шағам бар. 3 бала-шағам бар. Жалдамалы пәтерге қанша төлейсіздер? Жалдамалы пәтерге 70 мың төлейсіздер ме? Жете ме ол 3 бала? Жетпейді. Әрине қазір мынау азаншылық емес. Қазіргі кезде барлық нәрсе қымбаттап жатыр, азық-түлік дегендей. Енді жаңағы айтып кеткендей қосымша жұмыс жасаймын. 100 мың, 70 мың квартира берсем, пәтерге қалғанын ертеді. Осы алдында мемлекеттік
тарапынан көмек алып жүреді, пайызбен пособияны түрген. Қазір мынау өзім қайырымдылық қор ашып, сол қайырымдылық қорым жұмыс жасап жатқаннан кейін кішкене бөгет болды. Сол себептен қазір уақытта мемлекет тарапынан ешқандай көмек алмаймын. Өзім жалғыз бастанасыз ба? жалғыз бастанамын, иә. Көмек аласыз ба? Жалғыз бастайды, әкесінің алимент төленеді заңды түрде. Әкесі алимент төлеп жатыр ма? Төлейді, иә. Ол кісі қайда жүр? Ол кісі Алматыда, өзінің отбасы бар. Бізде ажырастық заңды түрде, бірақ балаларына көмек беріледі. Көмек қандай жағдай болса да оқуы бар дегендей араласады. Оған мен қарсы емеспін. Жақсылықта жарысып, жаңағыдай көрініп жатады, көрсетіп жатады. Осы қорлардың көбеюі да бір зияны бар ма, жоқ па, өзіңіз қалай ойлайсыз? Зияны бар. Қаншалықты? Зияны бар. Неге зияны бар деп айтып жатырмын. Бізде қазір сол қорларды көбейткен сайын мынау адамның мұқтаж саны көбеюде. Барлық қордан жаңағы тамақтандырады, тамақ ас бөліп алады, сөйтті үйінде жатады. Ой, қорлар бар, ой, бір жылап жаңағы бір эмоцияны көрсетсем, қайда барады деп жаңағы мошенниктер көбейіп жатыр. Сол біздің негізгі сол порталның ашу мақсатымыз осы қайырымдылық қорлардың базасын түзу, чтобы бір мұқтаж қайырымдылықтардан көмек сұрап келгенде инін жаңағы аты-жөнін толық жазған кезде порталдан шығады. Ол мұқтажымыз қай қайырымдылық қордан неге алғаны, көмек алғаны да. Бірақ бізге тіркелмеген қаншама қайырымдылық қорлар бар. Оларға тіркел деп жатсақ, жаңағыдай бірге жұмыс жасағысы келмейді. Біздің негізгі мақсатымыз осы мұқтаждардың сандарын азайту, жаңағы қайыр сұраушылардың санын азайту. Адамда нәпсі бар ғой, бір нәрсені үйренсе, соған қалыптасып қалады да, соны жақсы көріп қалады. Біз өзіміз ол адамды қайыр сұрауға итермелеуіміз керек. Біз өзіміз сол адамды жаңағыдай жалқаулыққа итермелеуіміз керек. Мына қайырымдылық қорлардың көбісі ашылу қазір қайыр сұрауға, адамдарды садақа сұрауға, жалқаулыққа итермелеп жатырмыз. Осы мен айта кетейін дегенім, осы мемлекет тарапынан заңды тұлғада ғана тіркелген қайырымдылық қор ғана қалса, тек жұмыс жасайтын, заңды тұлға тіркелмеген болса, оларды заңды түрде жаңағы бір шара қолданса деймін. Себебі бір қайырымдылық қорлар бар, жұмыс жасайды, қалай жасайды десем болады. Бір мұқтаждың или бір денсаулығы жоқ адамның мұқтаждығын алып, видеороликке түсір, соны пайдаланып ақша жинап жатады. Сол жиналған ақша қаражат көп сомасы ол кісіге бармайды. Мәселен, 100 мың жиналса, соның 10 мың теңгесін ғана беріп қояды. Сондай қайырымдылық қорлар көбейіп жатыр. Соның саны азайтса деймін мен. Бұл қаражатты бақылайтын орган жоқ па? Или әлде ол қаржы қайда бар, қайда кетіп жатыр? Көп жерде қазір қайырымдылық қорларға тек мынау заңды тұлғада ғана тіркелген қайырымдылық қорлар отчет беріліп жатады. Осы налоговыйда жатамыз бізде жылдық отчет. Сол кезде көрсеткіш көрінеді, бірақ бәрібір былай қатты тексерілмейді. Қорды мойнына жаңағы бір тақташаларды іліп алып, бір жастар жүреді, ящикке ақша жинап. Соны қаншалықты өзіңіз заңды, заңсыз екенін әлде күмәнмен қарайсыз ба? Күмәнмен қараймын деп айтып отырмын. Жаңағы бір мұқтаждың, бір денсаулығы жоқ адамның денсаулығын пайдаланып, соны шығарып ақша жинайды өздеріне. Оны халық бірін білсе, бірі шындықты білмейді. Бізде қарапайым халықтар бар, өтірік пен шындықты ажырата алмайтын халықтар бар. Өз құқығын өзі білмейтін халық бар қаншама. Солар білмей жатып ақшалап жатады. Соны біз тексеретін органдар шыны керек ол жағынан жұмыс атқарған әлі көрмедім. Көңіліңіз тоя ма? Қазіргі жастарға енді барлығына тимеймін, келе жатпаймын, бірақ сондай жастар бар, қарағанда қарным ашиды. Қазақтың қарағандыға қыздары бар, өз еңбек етудің орнына жаңағыдай жеңіл жүріске салынып жатады. Болмаса жаңағы қайыр сұрауға салынып жатқан кісілер бар. Оңай жұмыс тапқысы келеді. Өмірдің жеңіл жұмыс жүргісі келеді.
бір жерге жұмыс бар, мен сені жұмысқа кіргіземін ба десең, ол айлық аз дейді. Бара салып сені ешкім жоғары көтеріп, бір жерге бір орынбасар бастық қылмайды. Ол жерде өзіңнің жұмысыңды көрсетуің керек, белсенділік танытуың керек. Сосын барып жайлап көтеріледі. Барлық нәрсе ол өзіңе байланысты. Айлық аз демей кіру керек. Мен кезінде мәселен 8 жылдан бері осы ерікті болып тегін жұмыс атқардым. Енді шығар жұмысқа тұрғаным. Осы уақытқа дейін балдарымды жаңағы пособия, мемлекет тарапынан берілетін алимент көмекпен, жаңағы алиментпен бағып келемін да. Жұмысқа тұрғаным осы карантин, жаңа пандемия біреуге пайдасын берсе, біреуге зиянын берді демекші, маған өз тарапынан жақсы пайда келді. Жұмысқа тұрғаным шын керек. Осы белсенді танытып жүрген арқасында. Мен жастарға айтқым келеді, берілмеңдер, қандай жағдайда болмасын, артқа шегінбеңдер, тек алға. Қиындықсыз өмір болмайды, өмір сонысымен қызық, қиындық. Жақсы аз демеңдер, барлық жұмыс, қандай жұмыс болса кіріңдер. Сөйтіңдер де өздеріңді көтеру әрекетін жасаңдар. Бір билікке ұмтылмаңдар, шын жүректен барлық нәрсені Аллахтың разылығы үшін, осы халқым, елім, отаным деп қызмет етіңдер. Шын жүректен қызмет етілген жұмыстың жемісін міндетті түрде көресіңдер. Егер жұмыстардың қызметтерін өрлесін десеңдер, атағың шықсын, сені ертең артынан емес, алдынан да өсектенетін жаманатқа ие болмаймын десең, шын жүректен қызмет ет еліңе, шын жүрекпен жұмыс жаса. Фундаментіңіз мықты болады. Сонда сені ешқандай жаңағы жауыз адамдар сен аяғың шығармайды. Менде қайырлы уақыт жоқ. Қайырлы уақыт жоқ. Шын керек. Азаннан кешке дейін сол халыққа қызмет ету, азаннан кетемін, кешке келемін. Кешке келгенде сол жұмыстан үйден кірген кезде жұмыстың орнында бала шағамен боламын. Ең кем 1-2 сағат сөйлесем, достас, ана деген баламен тек қана ана болмау, достық бола білу керек, сырласа білу керек. Ана мен бала арасында ешқандай сыр болмау керек. Солай айтпақшы, балалармен сырласамын, ақылдасамын дегенде. Кейін 1-2 сағат сырласып ақылдасып болғаннан кейін қайта телефонды жабысып жұмыс жасап кетемін. Бізде қазір мынау 21 ғасыр телефон деген жақсы болып, жұмысымызды ары қарай жалғастырып телефонмен де отыра береміз, онлайн түрде. Келесі ертеңгі күніміздің планы құрып дегендей, солай түнгі сағат 3-4-ге дейін ұйықтамаймыз. 3-4-те кейде таң намаздан кейін ұйықтаймыз дегендей. Сосын ары кетсе шын керек 2 сағат, 4 сағат ұйықтап, ары қарай жұмыс жүретін кезеңдер бар бізде. Қайғыратын, бірдеңеге бір жылап не жоқ. Енді әрине қиыншысыз өмір болмайды ғой. Шындап бір болып қалады, шындап жылайтын кез болып қалады. Өзімнің арнайы бір орным бар. Таза ауа, судың қасы, ауа райы, таза ауа, желдің үні дегендей. Сол жерге барып кішкене өзімді көңілді жаңағыдай шығарып, ойланып, сосын өзіме мотивация беріп, сен не отырсың мынау? Болмайды, бала шағаң бар. Қаншама халық үміт күтіп отыр сенен, ата-анаң үміт күтіп отыр, балдарың сенен қандай ана болмақшы, сен қазірден берілсең болмайдысың, енді жұмыс алда, енді бастамасы, сен қазірден берілсең, ертең қандай болады, болмайды деп жаңағыдай өзіме мотивация беріп. Спортпен шұғылданасың? Иә, спортпен шұғылданамын, аптасына 3 мәрте карате. Енді өзім жаңағы сақтық шараға, одан кейін жаңа фитнес дейді, енді ол әйел заты өз-өзіне қарау керек қой, өз-өзіне қарамаса жаңағыдай мүжіп кетеді. 18 жасар қыздар жүргеніне не жетсін, өзімізге қарап жаңағы спортпен айналысамын, сол әрі алданыш кішкене көңілге бөлесін дегендей. Қазір мынау осы көп ата-аналармен, жағдайы төмен отбасылармен жұмыс жасап жатырсыз. Осы бір айыспы алып жатыр ғой, мысалы көптеген ата-аналар, бір нелер. Солардың ішінде бір өтірік алып жатқандары бар ма? Ол бар жағдай нәрсе, ол табиғи. Ондайды көрген жағдайда мен әділетсіздік көрген кезде тілім қышиды. Бір журналист сұрақ қойды, тіліңіз қашан қышиды деп. Осындай әділетсіздік көрген кезде тілім қышиды. Шыны керек. Бірақ қарап тұрмаймын. Қай районға қарай, сол районның аудан акиматына барып, жаңағыдай осындай кісілер жағына жеткіземін. Неге қаншама мұқтаждар бар, ала алмай жатқан.
даже АСП деген неге білмей мұқтаждарды соларға алсын. Бұлардың машинасы бар, үйі бар, жолдасы бар. Неге онда мен АСП-ны алады? Неге өздері еңбек етпейді? АСП не үшін берді? АСП осы мұқтаждарға көмек беру үшін ғана шықты негізі. Бірақ неге ол мұқтаждарға бермейді, неге жағдай бар, отбасыға беріледі деп жаңағыдай шырылып бар айтып жатам. Ол айтып жатқаным жаңағы қалып кетпейді, орындалады, қадағалап, жаңағыдай қарап. Жоқ, төрт аудан акиматына арызамын, айтқан кезінде, дер кезінде орындалады, бар іс-шарамыз. Жаңағыдай көмек беріп жатады, қол ұшын қандай жағдай болмасын, қасымызда төрт аудан акиматы, жұмыспен қамту орталығы дегенде, шаңырақ орталығы, самғау сенім деген орталығы бар. Бізде қазір көптеген орталықта біргелесіп жұмыс жасаймыз. Бір отбасы көмек ретінде коробкалап продукцияны апарып беріп жүргенбіз. Сонымен жаңағы баласы мектеп бітіріп жатыр. Біз жұмысқа алайын дедік та ол отбасын, жаңағы баласын, сөйтіп жаңағы көмек болсын деп 100 мыңнан жоғары айлық береміз деп. Анасы жұмысқа алыңыз, бірақ тіркемей айлығын былай берсеңіз бола ма дейді. Баласы күндікке шығарып жүр әр жерде жұмыста. Себебі неге бұл себеп сұрадым, неге бұлай болды десем, мен АСП аламай қаламын дейді. Жаңағы баласы жұмыс істеп жатқаны базада шығып тұрса, АСП аламай қалады екен. Сонда баласына айлық берілсе, ол отбасын асыраса, осылай отбасылар бар екенін өзім көзім жетті да, жаңағыдай өтірік жаңағы АСП-ны алып отқаны. Баласын жұмыстан қағып отыр да, жаңағы тоқтатып отыр. Осы мәселе ертең біздің ұрпағымыз, осындай жастарымыз ертең осы жатып ше болып қалмай ма? Әлде әрине. Ана өзінің баласын өзі итермелеп отыр да, жұмыссыздыққа, жалқаулыққа. Оны бізде көп халық түсінбейді. АСП деген 18 жасқа дейін аралықта ғана жүретін да. Ертең 18 жасқа толғаннан кейін ол тоқтайды. Неге біз баланың өзінің жаңағы өміріне балта шабамыз? Олай жасамауымыз керек. Бірақ көп адам өкінішке орай жаңағыдай осылай жасайды. Тегін ақша дейсіз ғой. Мемлекеттен беріп отқан тегін ақша. Оны бірі тексерсе, бірін тексермейді. Өйткені жалған ақпарат бірін білсе, бірін білмейді дегендей. Бірақ білген жағдайда біз міндетті түрде жаңағыдай жеткізетін боламыз. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы, соның замандасы деп ойлаймын. Себебі жаңағы егемендік алғаннан бастап осы заманда өмір сүріп келіп жатырмыз. Осы тәуелсіздіктің бастапқы жылдары мен қазіргі 30 жылдағы айырмашылықты айта аласыз ба? Мысалы, тәуелсіздіктің 30 жылында нелер өзгерді? Ол заман мен бұл заманның бір айырмашылығын көрген жетістіктеріміз болсын, болмаса 30 жылда өзгеріс бар жоғын. Үлкен өзгерістер болды. Бұрынғы қиыншылықтардан халықтар өтті. Шамалы атап кетсеңіз, сонда не қиыншылықтар болушы еді? Қазір өзгеріс қандай болды деген сияқты? Кезінде жұмысқа тұру қиын болды. Барлық нәрсе өзгерген, заманауи талапқа сай. Не ішен демесін. Мектептер, балалардың оқитын әртүрлі жаңағы оқу орындарын қазір заманауи талапқа сай оқулар. Және шетелге шығып келудің өзі қиынға соқтырған керек. Көп өзгерістер болды. Енді оның үшін жаңағы бір Аллахтың қалауымен, екінші өзіміздің осы еліміздің басшысы, елбасы, президентке рахмет айтамын. Осындай мүмкіндіктерді беріп, осындай елімізге көптеген жақсы жайттарды жаратып былай бергеніне әрине ол халықтың несі ғой, бар халық үшін, ел үшін ғой. Ондай елбасымызға осындай елбасы болу да оңай емес. Соншама әшейін жай мен өзім тек осы Шымкент қаласының халқымен жұмыс жасаймын, ол өзі оңай емес. Тәтті емес, әркімге ұнайтын халыққа қызмет ету керек, қандай жағдай болмасын. Елбасы да
жұмысын да түсінемін, басында мен түсінбейтінмін. Қазір халықпен жұмыс жасап келгеннен кейін оңай емес дейсіз ғой, оңай емес елді екенін. басқару. Әртүрлі жаңағыдай қауесеттер кетіп жатады елбасы туралы. Мен айтамын, сендер елді басқарып көрсеңдерші, жай ғана халықпен жұмыс жасаңдаршы қандай болады. Бір-екі мұқтажға кіріп шықсаңдар болды, түсінесіңдер да. Сонда да деп айтып жатады. Енді оның басынан өткен істеп жатқан адам ғана түсінеді деп. Осы 30 жылда тәуелсіз алған жылы көптеген өзгерістер болды. Мынау халықтың пайдасына өте керемет мүмкіндіктер бар, берілді. Қай жерде қазір спорт болсын, білім жағынан болсын, тегін курстар, тегін мектептер ашылып жатыр. Кезінде ондай болмаған. Кезінде қыспақта өзіміздің қазақ тілінде де еркін өмір сүрмей, барлық жерде жаңағы жерме-жер ауысып көшпелі болып жүрген кезіміз болған. Қазір ондай емес. Қалаған жеріне көшесің, қалаған жерден ішесің, қалаған жерге барып мектепте оқисың, қалаған жерге барып емханаға барып келесің дегендей. Енді мына қазіргі заманда шынында осы бір кейбір жемқорларға не айтасыз? Жемқорларға дейсіз ба? Өз көргеніңіз бар ма, естігеніңіз бар ма? Жемқорлықтар әрине әсіресе мынау АЭС мәселесінде пенсияны қариялар пенсияға шығатын кезінде птек дейді ғой, жаңағы инвалид мүмкіндігі шектеулі балалар пенсияға шығатын кезінде пара көп алып жатады. Бір қарияға барамын, пенсия аласыз ба деп жаңағыдай көмек беріледі. Алмаймын дейді. Неге алмайсыз? Сіздің жасыңыз қарияға пенсия алатын кезіңіз ғой десем. Барып едім, анда-мында саңдарылдап дейді. Жұмсайды дейді. Мен мынандай жасымда қайда арабия жұмсап барамын дейді. Онан кейін барғаннан кейін бәрін туралап дейді. Енді барған кезінде апа маған енді 20 мың беріңіз, 100 мың берсеңіз, ешқандай больницаға жатпай, емханаға жатпайсыз, өзім туралап беремін деген сияқты сондай нелер беріп айтып жатады. Сосын мен қалай не аламын, ондай ақшам жоқ, пенсиям да жоқ деп сондай қарияларымыз бар. Қазақтың сол қариялар көрген кезде жүрегім ауырады. Балалар тастап кетіп жатады. Жаңағы балалар, мүлдем балалары болмаған қариялар бар. Енді басқа мүмкіндіктері жоқ. Қоқыс ящиктен қатқаннан тиіп жататын қарияларымыз да бар. Жемқорлық мәселесі. Сол жемқорлықтан бағанағы айта кетейін дегенім, осы пенсия, пособие, жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалардың, қариялардың пенсиясын алатын кезінде осыны паралап жатады. Оны бірі білсе, бірі білмейді. Жаңағы жемқорлық басшылары білген кезде айтып жатамыз. Енді қазір уақыт білесіздер, қазір заманауи талапқа сай дәлел бол дейді. Дәлел керек дейді ғой. Онсыз дәлел болмаса, оны жала жапқан болып есептеледі заң түрде. Сондықтан дәлелмен шығып жататын кезіміз болады. Дәлелсіз, дәлелім жоқ қолда бар жемқорлыққа айтқанмен ешқандай пайдасы жоқ. Көп бізде азаматтарымызға не айтасыз? Ол кісілерге айтарым. Аз жеңдер дейсіз бе? Жоқ, аз жеңдер емес. Адам күні адамның өмірі айналмалы шар. Ертең қайда сол жұмысты істеймін деп ойлайсыз. Ертең сол қарияның өмірін сізге бермеске кімге біл? Бұл бір мысал дейсіз ба? Үлкенге или қандай адам баласына естісең, ертең өмірің алдына соны көрсетеді. Ал біздің қазақта мақал бар ғой, көрмей, көрге кірмейді деген. Осы мақалды айтқым келеді кісілерге. Кішкенде намыс, ар деген болу керек адамда. Ол қандай жағдай болмасын өмірінің алдында соңында қайта өзіңе оралады. Енді сонымен жаңағы жұмыс жасап келесіз үйге. Тамақ телім жасайды, өзіңіз жасайсыз ба? Үйді кім жинайды? Или бала-шағаны істетіп қойып жатасыз ба? Жоқ, аяқты созып үлкен қызым қолғанаты ғой. Жасы нешеде? 12 жасар. 12 жасар. Өзімен бірдей, бірге емдік екенін шыны керек. Үйді жинап қояды, кейде үлгермей жатсам тамақ істеп қояды.
көбінесе өзім тамақ істеймін. Жаңағыдай аптасына бір рет генеральный уборка дейді ғой, соны жасап жатамыз. Енді менде балдарым тыныш, кішкене бала тәрбиесіне қаталмын. Бізде үй күнде шашыла бермейді. Қонақтар келген өзінде де дегенде қонақтар мен азын кешкен жұмыста екенін біледі, демалыс уақытысында келіп жатыр. Сол кезде енді өзім генеральный уборка жасап жатпасам, основном жаңағы үлкен қызым қойған еді. Енді жаңағы қыздарым жалтақтамасын, жәутеңдемесін деп тұрмысқа шығатын ойыңыз бар ма? Енді адам айтып болмайды ғой, адам айтқаны да болмайды демекші. Өмірімізде алдымызда не болатынын білмейміз ғой. Енді барлығы бір Аллахтың қалауымен жақсы адам шығып жатса шығып жатармын, шықпаса білмеймін, енді ештеңе деп айта алмаймын. Енді балдарыма салсам, мәселен балдарым арасында талқылаған болатын. Балдарым өзі ашық мінезді. Енді айтады, қандай адам жолықса да шығатын ниетіңіз болса да ешқандай қарсы емеспіз. Ең бастысы жыламаңыз, алдымызда сіздің жыламаңызды қаламаймыз дейді. Яғни ашық болса мінезі дейді, өзіміз сияқты деп жатады. Енді бір Аллахтың еншісінде ештеңе деп мен тарс кесіп айта алмаймын. Жалпы қаталсыз ба өзіңіз, мінезіңіз қалай? Бала тәрбиесіне қаталмын, өзіме келгенде жұмсақпын. Мінезім ашық, бірақ жұмыс барысында жұмыста қаталдық танытатын жерде қаталдық танытамын, жұмсақ мақсатта жұмсақ танытамын. Қол астында істейтін жұмысшыларға орынменен қаталдық танытамын, бірақ өзімдей қараймын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің қарамағында жүрген құлдарына құл деп қарамаған. Өзі қандай киімді кисе, құлына солай киімді киген. Соншалықты құлменен пайғамбарымыз ажыратамайтын жағдайлар болған. Неге пайғамбарымыз айтатын құл деп қарамаңдар, өйткені өзіңіз құлыңыз дейді. Біз өзіміз жаратушының бір құлымыз, дұрыс па? Сол себепті де мен де өзімнің жұмысшыларыма мен не жесем, солай жегізетінмін. Ай сайын жаңағы өзім не сыйлық алсам, ол кісілерге де солай сыйлық жасаймын. Жаңағы мен де өзімде қол астында жалғыз басты аналар да бар, жалғыз басты қарияларымыз да бар, жұмыс жасайтын. Сол жалғыз басты аналарымызда өзімнің қолыма келген жаңағы азық-түлігім болсын, сый-сияпатым болсын, міндетті түрде ол кісіге үйлестіремін. Неге? Олар да жаңағы қол астында жұмысшылар деп қарамаймын. Өзімнің досым, жанашырым, қолғанатым деп жаңағыдай досым екенін қарап тұрмын. Қолыңыз ашық па? Қатты ашық десем. Ашық па? Қызғанатын кездеріңіз болады? Жоқ, қызғанған кезім болмаған. Ешқашан алтын беріп қойған, шыны керек менде алтын ұстамаймын, алтын болса да беріп қойған кездерім болған. Кең болсам, кең болатын дейді, мақал бар ғой бізде. Кең болсаң, кем болмайсың. Кең болмайсың деген сияқты. Үйге кетерге? Өзі Аллахтағы өзі перине тарық болса, тарық болса, тарық қояды өзі. Кең болса, Аллахтағы өзі беріп қояды. Періне қарап, ниетіне қарап. Сол үшін мен ондай бір тарық, қызғаншақ адам емеспін. Жалғыз басты ана ретінде кезекке тұрдыңыз ба үйде? Иә, кезекке тұрдым. Мен де сол басында тұра алмай, ол кезде өз құқығымды білмейтін жай қарапайым адам едім. Кейін жаңағыдай оқу орнына түстім, Мирас колледжіне. Мен өзім 10 сыныпқа дейін оқыған болатынмын. Ата-анам жаңағыдай алаңдап, жалғыз үйден үлкен болғаннан кейін, қыз бала болғаннан кейін қорқып, жаңағыдай қатты қарамағын ұстап сөйтті. Оқи алмадым, тағы бір себептермен сөйтіп. Кейін ажырасқаннан кейін неге осылай отырғанға, неге өзімнің алға мақсатымды орындамасқа деп жаңағыдай. Негізі екі мақсатым, арманым болған. Екі арманым, біріншісі мықты адвокат болу, мұқтаждар отбасылардың, жалғыз басты аналардың құқығын қорғау дегенде. Екінші арманым сол қарапайым отбасым болса деп. Әрине екеуі де бар қазір, арманыма да жеттім қолыма. Енді сол кезде құқығын білмейтін кезім, үйге қалай тұрарымды білмеймін, сабезге барамын, былай жұмсап жүреді, былай жұмсап жүреді. Қарап тұрсам, оның барлығы жалған ақпарат екен маған берілген. Кейін оқуға түсіп, өзім құқығымды біліп,
мамандығым юрист, құқықтану болды. Осы біліп оқып барып жүргендіктен біліп, сонымен 2019-да кезекке үйге құжат тапсырғаным бар. Қазір шыны керек сол бірінші тапсырған күні 11.300 кезекте тұр едім. Одан кейін әлі тексермедім шыны керек. Неге дегенде мен мынандайды ұнатпаймын шыны керек. Болады ғой кезекке тұрып, қашан, қайда, неге деп былай, ол тапсырып қойдым құжат болды. Ол ары қарай уже Аллахқа тәубе етіп, Аллахтың қалауы нәсіп етсе, үйім кезек келеді. Нәсіп етпесе, бұйырса келмейді. Біз ертең ақыретте бәрібір үйімізді арқалап өте алмаймыз ғой, сол себепті дүниеге қатты қызықпаймын. Әрине үйім болса, дейсің, осы тұрған дүниеде жүр балаларменен пәтер көшу оңай емес. Әр пәтерге өзім тазалық жақсы көремін, тазалыққа қаттымын. Барған кезде пәтерді тазаламай тұра алмайсың. Барып тазалап, актейтін жерін актеп, сүрлейтін жерін сүрлеп дегендей міндетті түрде қарайсың ғой. Әрине кезекте үйіміз келсе ертерек деп қуанасың, енді ол бір Аллахтың елшісіне бар. Өте тамаша. Қазіргі осы қыздарға не айтасыз өзіңіз? Келіншек ретінде, қыз ретінде, ана ретінде қазіргі өсіп келе жатқан қыз келіншектерге. Қыздарға, аналарға айтарым, ата-аналарға бірінші қамқор болыңдар, мейірімді болыңдар, қараңдар деп. Сондықтан онан кейін өздеріңе қараңдар. Қандай жағдай болмасын, берілмеңдер. Өмір енді қиынсыз өмір болмайды. Алла уақытта өмірлерінде әртүрлі қиындықтар кездесуі мүмкін. Бірақ қиындықтар кездесті деп өзіңе қол жұмсамай, өзіңді алға қойған мақсаттарыңды жаңа қақ кеспей алға қарай ұмтылыңдар. Ертең сендер болашақ ана, болашақ жарсыңдар. Алдағы уақытта мына ене деп жатамыз ғой. Сол енені өздерің аналарыңдай көріңдер. Бізде қазақта ене мен ананың арасында бірақ бірдей қарыс. Анаңды қалай құрметтесең, енеңді солай құрметтеп, сендер түбі жақсылық. Егер енеңді құрметтемей, бір саты төмен көретін болсаңдар, онда ар жағы жақсылыққа апармайды. Жолдасыңның разылығын аламын десең, жақсы отбасы боламын десең, фундаменті мықты отбасы боламын десең, ата-анаңа, ата-енеңе, жолдасыңмен сырлас, достас тең келеді. Тамаша сұхбаттар болды. Енді қысқа не білдіріп кетсеңіз, алдағы жоспарларыңыз? Алдағы жоспарларымыз біздің айтып кеткен жайт, алда айтқан жағдайдай бізде портал деп жатамыз, осы менің порталында әзіргі тек қайырымды қорларды ғана базаға тіркеп жатырмын. Соны енді жұмыспен қамту, Совбезбен де біргелесіп жұмыс жасасақ деп едік. Шаңырақ самал сенің барлығына доступ беріп жатырмыз. Берсек бірге жұмыс жасасақ деген ниетіміз бар. Ондағы мақсатымыз жаңағы сол біздегі базадан қай мұқтаж отбасын шын мәнісінде айыспен алатыны рас, ақиқат, өтірік, жалған, или қай жаңағы мұқтажымыз, көмек сұрап келген адамымыз қай қордан көмек алып жатыр, айысып ала ма, қай жақтан көмек алып жатыр, барын сол базадан қарап, жоқшылықты жою, мұқтаждығын санын жою, және қайыршылығын санын жою өтіп, сол бірге жұмыс жасасақ деп отырмыз. Және де бізде мүмкіндігі шектеулі балалар бар, отбасылар бар, соларды жұмыспен қамтысақ, және де жалғыз басты қарияларымыз бар. Балалары тастап кеткен, мүлдем балалары жоқ, жалғыз басты өте жаңағы алатын жалақысы пенсиясының өзі өте төмен қарияларымызды сондай бір өмірге жаңадан бір келген бала сияқты сондай бір не дейді, мотивация, өмірі бір көңіл-күй, сондай бір сыйлайтын бір үлкен бір қазір жоспар құрып жатырмыз. Сонымен айналыссақ па деп едік. Яғни
бізде сіздің баламыз жаңағыдай жалғыз емес, сіз қасыңызда біз бармыз, қандай жағдайда болмасын деген сияқты көңілдерін көтеріп сол кісілердің қасынан табу негізгі мақсатымыз. Сол кісілерге өзіміздің махаббатымызды беру. Ертең бізде сол кісілер сияқты қария боламыз. Уақыттасын ондай басқа бермесін әрине, бірақ жаңағыдай сол қариялар үшін біз жауаптымыз. Бізде сол кісілердің балдарымыз. Әр қария біздің анамыз, әкеміз, атамыз деген сияқты сондай бір жоспар құрып жатырмыз алдағы уақытта. Ол жоспардың шешімі шешілді. Сол жоспарлар көп алдағы уақытта. Жалпы енді бірнеше сұрақтар қойып жіберейін. Жалпы бір досыңыз болсын, басқа азаматтардан болсын, қарыз алған кезіңіз болған ма? Қайтармай қойып. Жоқ, қайтармайтын. Ондай жоқ па? Қарыз алған болады, болмайды емес. Әлі де бар, жоқ емес. Енді тек қана менде емес, байда да кетеде болатын нәрсе деп ойлаймын. Өзіңіз де беріп тұрсыз ба қарыз? Мен Әлде бермейсіз? қарыз беріп көрген емеспін. Беріп көрген емессіз. Иә. Неге дегенде қомақты сомадан берген емеспін. Майдалап 2 мәрте ғана қарыз бергенмін. Бірақ қайтармады. Оған ешқандай ренішім жоқ. Қайтарды. Жоқ, себебі мүмкін өмірімде бір қиындық болған шығар. Бере алмайтынмын дегендей. Сондықтан шыны керек ұмытып та кетіппін. Сіз есіме алған кезде ғана есіме алған болмаса ол соққа ұмытып кетіппін. Мен де ұмытып кетемін істеген жақсылығымды да. Неге? Сонда ғана сен жемісін бересің. Қарызымды да, жаңағы немді де бар ұмытып кетемін. Ал өзімнің қарызымды біреуге қарыз болсам ұмытпаймын. Неге? Ұмытуды дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ақыретте барлық нәрсенің өзінің жауапкершілігі болады. Ол үшін ертең жауап бергім келмейді. Сондықтан әлі де қарызым бар, жоқ емес. Өмір ғой енді бұл жерде қиындығы. Ол үшін мен намыстанбаймын. Неге? Өйткені мен пендеміз, бұндай бар пенде де болып жатыр. Ең бастысы ешкім садақа сұрап жатқан жоқ, сұрайтын ниетім де жоқ. Өйткені садақаны бір сұрайсың, 2 сұрайсың, 10 сұрауға келмейді. Үшіншіден, пайғамбарымыз осының кезінде садақа сұрағанша, жаңағы отын теріп болса да өзінің көңіл көр деген өсиеттері бар. Соны ұстанамын. Бір кісілердің артынан бір сөз айтқан кезіңіз болған ба? Өсектеп қойыңыз ба? Или жаңағыдай артынан сөйлеген ондай ұнатасыз ба, ұнатпайсыз ба? Жоқ, уақытта жоқ керек. Өтірік сөйлейсіз бе? Өтірікті сөйлеймін, тек жақсылықта. Біреуді жарастыру кезінде, или біреуді қуанту кезінде болады. Бірақ бір... Сол кезде ғана қолданамын дейсіз ғой? Қолданамын, иә. Или болады бір жасыру мақсатта, бір аманат деп, сондай кезде бір болып жатады. Неше алдаған кездеріңіз болған ба? Болмаса өзіңіз алданған кездеріңіз? Өзім алданған кезім көп. Неге алдыңыз? Қатты сенгішпін. Қанша да алдап тұрса да, біліп тұрсам да, соны алдап тұрғанын мүмкіндік бергім келеді. Сондай бір иттік жасамайтын шығар. Мүмкін мен адаммын ғой, пендемін ғой, қателесіп тұрған шығар. Алдап тұрған біліп тұрсам да, мүмкіндік берейінші, мүмкін ондайға бармайтын шығар деп қараймын. Егер ол адам жаңағыдай алдап не алатын болса, болды, ол адаммен жұмыс жасамаймын. Алсын арасам. Көп алданбаңыз? Өте көп. Біліп тұрсам да, алданатынымды біліп тұрсам да, алданып жатырмын. Енді одан мен сабақ аламын. Кім екенін білесің дегендей психолог бола бастайды екенсің. Ал өзім біреуді жақсылық жақтан жаңағыдай бір сауап іске ұсынған кезде алдамасам, былай жаманшылыққа алданған емеспін. Мен өзім ешқашан енді тек қана адамдар емес, адам басқа даже жануарға да бір зиян тиген емес. Тигізетін алдағы уақытта ниетім де жоқ. Тигізгенменен кімге зиян тигізсем де ол алдынан
бәрібір келеді, алдынан шығады. Өзінің алдынан келмесе де балаларының алдынан алады. Менің кесірімнен балаларым запа шеккенін, менің зиян берген немнен балаларым зиян қалған. Сол себепті біреуге зиян тигізбеген, енді білмей тигізген зиян болса кешірім сұраймын, бірақ біліп тұрып зиян тигізген емеспін ешкімге. Бұл жерде бір зат жатса, мусор жатса, бір көтеріп алып кетесіз ба, или қарап өтіп кетесіз ба? Көріп тұрсам жаңағыдай алып орын тастаймын. Болады ондай бір мүмкін кезде болады. Кетіп жатам, көзім көрінгенмен ойым басқа жақта болып жатады. Ана көріп қазір мен алам дегенде жұмыспен ойым бір жерде тұрмайды да, жұмыспен толып тұрады. Кезде көзі көрінгенменен ойға кірмейтін кездер болады. Сондай кездерде бір болып қалмаса, көрген жайтты міндетті түрде аламын. Біреу қайын сұрап тұрса да, біреу жағдайын еп тұрса да қараймын. Барынша жан-жағыма қарап жүруге тырысамын. Себебі мен өзім үшін ғой, барлық нәрсе бір жерде скидка болып жатыр десе де сразу жазып алып, түртіп аламын. Бір жерге жұмыс керек болып жатыр десе де сразу түртіп аламын. Мен өзімде жұмыс группа ашқаныма уже 5 жыл болды. Ол жерде қыз-келіншектерге арнайы группа, WhatsApp желісінде еріксіздерге арнайы группа ашқам. Жаңағыдай жан-жақта жұмыс қарап жүрмін, жан-жағыма жұмыс болса, міндетті түрде телефон, байланыс мекен-жайын бәрін жазып аламын да, соны тастап отырамын. Мақсатым не, оны тоқсауды. Айтады, өзің президент саналатын, президент болса керек көмектесесің деп, ана мұрсаты жұмыс істемейтін кездер. Өзің жұмыссызсың, өзің тағы басқалар көмектесесің деп. Ой, ана мен сияқты қаншама қиыншылықтар отыр. Мен кірмесе мүмкін ол адам жұмысқа тұрып кетуі мүмкін ғой деген жаңағыдай біреуден садақа сұрағанша өзінің еңбегімен жұмыс тапсын деп жаңағыдай жұмыс салып жатамын. Уже осы уақытқа дейін 5 жылдан бері 5742 отбасыға адамға жұмыс қамтамасыз еттім. Рахметін, 5742. Рахметін айтып жатқан қаншама адамдар бар. Жаңағыда айтады, сосын жұмыс тауып берген екенсіз, бір сұрақ қойсам бола ма дейді. Қойыңыз енді, жаңағыдай. Сіз тегіннен жұмыс тауып бересіз ғой дейді. Енді біз не беруіміз керек дейді. Бергіңіз келіп жатыр ма? Бергіңіз келіп жатыр. Онда бір шартым бар дейді. Сол маған бергіңіз келетін сыйақыңызды, жаңа қаражат болсын, былай подаркыңыз болсын, менде бір мұқтаж отбасы бар. Соған апарып беріңізші дейді. Болды дейді. Беремін. Мақсатым әрі жүрегі жұмсарады, әрі мұқтажын тамақтанады, қуанады дегенде. Әрі келесіде ол тағы да айтып жүрді жаңағыдай. Мұқтаж отбасылардың тізімін болса бересіз ба? Тағы да сондай садақа жасап, тағы да бір сол мұқтаж отбасын қуантсам деген едім. Солай спонсорларды жинап жатам, шыны керек. Бір уақытта ұйып қоятын кез көп болады. Жұмысты қамтимын, жұмыспен қамтылатын жаңағы қаражаты, подаркасы беретін болса, маған емес осы адамға берсең. Болмаса шартым бар. Мен саған жұмыс тауып беремін, бір шартым бар. Ертең айлық алғаннан кейін, айлық алмай қазір қаражатым болса да, сол ең кем бір мұқтаж беріп, соған барып 5000 болса да, соған ас-түлік апарып қуантсаң қалай қарайсың деп, бұл қарсы емеспін деп. Негізгі мақсатым ол жерде. Берекемен кетеді дейсің. Как сепчика сияқты да кете береді, артындағы жұмыс тоқтамай жүріп жатады. Сол негізгі группаны ашу мақсатында спонсорым да болып жатады, отбасыларым да қуанып жатады. Ол кезде жұмыспен де қамтимын. Бір отпен 3 қоянды атасын. Бір қоянды атасын болса, мен 3 қоянды жатамыз. Ондай кезеңдер болып жатады. Пирамидаға алған басқа? Бұл істерден басқа іспен айналысасыз ба? Айналысам. Өзім жақсы көретін ісім бар. Өлген адамдарды, яғни мәйіттерді, өлген адамдарды жуумен айналысам. Жуындырам? Қыз-келіншектер, кішкене нәрестелерді, сол нәрестелерді жуған сайын өзіне бір күш алады. Енді өлген адамдар ішінде бір тірілген адамдар жоқ енді әрине, бірақ өзім барын қиын айтқан кезім болады. Бір күні жолдасым айтты, мен де сен сияқты бір өлген адамның жолын несіне қатысым келеді, апарасың деп қоймады, жарайды дедім, бірақ қорқамын. Үйренесің дедім. Апардым, сөйттім да, ана жолдас қызымды саған көрсетемін қазір. Соны бір ой қолым кішкене жаңағыдай итер жерген кезім бөгетпейді. Ана қыздың жолдас қызым барды аяғын тарс еткейді. Ана шыңғырып жүріп, шайзада тірі деп келеді.
әлі тірі емес, мен жаңағыдай мен қозғалыппын сөйтсем маған сөйлеген ой Кощей өзің Кощей мен де Кощей боларсың ба деген. Барған сол жаңа жуындыруға барып қаржы сұрайсыз ба? Жоқ, сұраймын. Енді әрине бар шариғатта мынау өлген адамның мәйітін жуған адамның ақысын және қабірін қалған адамның ақысын беріңдер деген да. Бірақ қандай мөлшерде оны қоюға болмайды. Өзі ниесін ниеттен бірақ өкінішке орай көп адам жаңағыдай мәйіттерді жуғанға өздері не қойып алған, цена қойып алған, баға қойып алған. Менде ондай жоқ. Менде баға үшін емес, мен өзіме күш алу үшін, бір сауап алу үшін соған өзім жан жүрегім жақсы көргендіктен соған барып ұмтыламын. Не себеп болды бұл істі қосымша алуға, болмаса себеп болмаса? Өзім жаңағыда айтып кеткен жағдайда өзімнің мамандығым құқық қой. Юрист болғаннан кейін ертең қай салада, қай жерде жүрген кезде мықты болу үшін, жүрегім, менің аяғымды ешкім сындыра алмау үшін, мен Аллахтан басқа ешкімнен қорықпаймын, сол себепті ешкімнен қорықпау үшін жүрек керек, жүрек барлық жерде шыдамды болу керек. Сол себепті мен өлген адамдар мәйітін жуумен айналысуды бастадым. Сосын оның сауап үлкен адамдарды жуу үлкен сауап екенін білдім. Солай ұмтыла бастадым. Жұмыс мәйітті жуып жатқаныма 10 жыл болып қалды ғой. Иә. Әкем өзі имам болатын ол кезде. Әкем бір алыс туысқандардың қайтыс болған. Соның мәйітін жуатын кезде кім бар деген кезде әкем айтқан болды, мен жусам бола ма деп. Ол кезде жасым кішкентай. Мықтысыз. Сол кезде әкем қорықпайсың ба деді. Қорықпаймын дедім. Қорқыныш болды, әрине, болмады емес, бірақ өзімнің қорқынышымды жеңуім керек болды. Сол себепті әке қорықпаймын, онда маған әдіс жолдарын көрсетіп жүрді. Барып бірінші қатысқан кезім болды. Өте керемет сезімде болды, ешқандай бір қорқыныш болған жоқ. Енді өлген адам кішкене қатты болады, ауыр болады, көтеруге қасында туысқандар кезіктіреді. Бірақ әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады. Мынау өмірде адамдарға зиян берген, сапа шектірген, кінә жасаған адамдарды осы өмірде азап шектіріп қояды да. Сондай азап шеккен адамдардың иісі болады, жаман болады. Өте қиын, ауыр жағдайда дүниеден өткенде енді айта алмаймын, жеткізіп айта алмаймын. Иісі болған кездері болып жатады, масканы, 3-4 маска. Жаман иіс. Иә, енді ол иісі өткір болады да, мүмкін емес ол иіске адам шыдауы. Сол кезде 2-3 масканы қадап, иісі болады бізде масланы, соны жағып, жаңағыдай не жатамыз. Кереметтері де болған ба? Кереметтері де болған, иә. Сондай адамдар болған, түнден түнгі намаздарын қалдырмай, халыққа қызмет етіп, сауап көп игі жасаған кісілер. Намазын қалдырмай болған, жүзі жылы, жарық, иісі жоқ бір, сондай бір әдемі да, сондай сұлу болып жатқан. Иә, сұлу болып жатқан кісілерді де көрдім. Енді Аллахтың жаратылысы сондай да, барлығымыз дүниеден өтеміз, барлығымыз қабірдің неміз ғой, түбі баратын жеріміз қабір. Сол себепті өзімізде жаңағы қорқыныш сезімі не болды. Енді алдағы уақытта бір ой келіп жүр, кішкене тағы да жүрегімде әлі де қорқыныш сезімдер бар, әлі де сол қорқыныш сезімді әлі де соны жою үшін бір ой Аллаға бір қойдым. Қабірді қазылған қабірді 1 сағат жату қандай бір өзім қорқамын, әрине сол бір қабірге кіруге қорқып тұрмын да, өлмесем де кететін адам сияқты, әлі кірмей жатыр. Бірге барып түсірейік. Сондай бір не болғым келіп жатыр. Сол қабырға кіріп жатыр. жүрегіме деген бір одан да керемет. Қорықпайсыз ба, ертең ішінде жатқан кезде бір қопырылып түсіп кетіп бір басқа кірмей жатыр, қорқып жатырмын. Менің өмірім сол жерге кетіп қала ма тағы да. Қазіргі заман сондай бір кетіп қала ма деген қорқыныш кезім болады. Бірақ қорқынышын жеңуім керек қой. Мен бәрібір түбі қабірдің адамымын ғой.
қашан болсын, қай уақытта болсын, бір Аллах біледі ғой біздің қай уақытта кететінімізді. Қашан уақыт кетсек те әйтеуір ең бастысы кәлимамызды айтып жаңағыдай жақсы халге түссек деймін да. Сол себепті алға мақсат қойып осы қорықсам да қабірге. Онда Алла қаласа келесі бір түсірілімді қабірді көрейік. Бізді негізі ниетіміз бар. Мына пенде болғаннан кейін бәріміз күнә жасаймыз ғой. Күнә жасаймыз. Жаңағы жұмаға барсақ бір-екі күн имам болып жүреміз, қайтып ұмытамыз, имам болып қаламыз. Соны ұмытып, қайтып баяғы халімізге түсіп жатамыз ғой. Сол себепті бұны да елге өсиет өнеге ретінде баратын үйіміздің екінші үйімізді негізі бір рухани мақсатта бір түсірілім жасап істеп жатқан іс-шаралардың жақсы, сол нелердің бәрі осы ақыретіне ертерек көбірек сауап жинап алсам. Неге бізде ең жаңағы адамдардың ішінде ең көп тозақтан болған әйел кісілер дейді. Біз тілден де сүріп жатамыз, көп күнә істейтін әйелдер сүріп жатамыз. Айтып жатады қазақта, әйелдің жарты бас дейді, әйелдің басы болмаса қисық қабырға дейді. Көбінесе солай айтып жатады ғой. Неге? Өйткені көп тозақтан болған әйел кісілер. Сол себепті осы көп істеп жатқан сауаптарым сол ақыретіне азық болса екен деп жинап жатырмын. Шынымен алғыс хат үшін емес, мансапқа ие болу үшін емес, осы қабіріме, ертең ақыретіме жаңағыда қоржынға салып жатқан сауабым. Ертең өзім үшін ертең ол керек та. Сол сауабым менің жаңағыдай жасаған күнәларым болса, соны алып кететін, көтеріліп кететін бір қоржын. Міне қазіргі заманның батыр қыздары, батыр аналары керемет. Әлі өзім батыр анамыз деп есептемеймін, әлі де жасайтын жұмыстары бар. Бір кісілерден естідім, айтты, сізді ізгілікке жарысайық. Қоғамдық қайырымдылығының директоры Асхат аға. Сол кісі айтқан екен, мені бір кісілерден естідім, осыны сені Маншук Мәмбетова қазіргі кезеңдегі Маншук Мәмбетоваға деп есептеймін деген екен. Әрине ол кісіге алғысым шексіз, рахмет. Солай мені теңегеніне ырзамын. Әлі де Маншук Мәмбетованың несіне жете қоймадым, әлі біз жұмысымызға барып қарадым. Бірақ сонда да рахмет, сондай бір ізгі ниетпен айтқан сөздеріне ырза болдым. Қуаныштымыз өте орынды. Бізді теңейміз, шыны керек. Енді мынау өліп жатқан адамды жуындыру, оның екінің бірінің қолынан келе беретін іс емес. Енді қабырға кіремін деп жатырсыз, ол да оңай іс емес. Сол себепті шынында өлімнен қорықпаған батырсыз. Өлімнен емес, өлімнен қорқудың қажеті жоқ. Мынау өлгеннен кейін баратын жерің қандай болады, жағдайың қалай болады, содан қорқу керек. Сол түрмен негізгі жағдай ертең қазір жастар көп ойлану керек. Бізде қазір көп соны ойламайды шын керек. Қазіргі ойлайтыны ертеңгі күнді ойламайды. Тек бүгінгі күнді ойлап жаңағыдай нәпсісін өлмейтіндей жүреміз. Жастарда өте көп нәпсіне жүретіндер, соның барынша өз-өзіне ие болса, өз-өзіне қарасы, ертеңгі келешегі, ұрпағын, келешегі өзінің өмірін ойласа, баратын ақыретте азығын ойласа деймін. Өзінің қоржынын толтырса деймін. Негізгі сол айтарым, жастарға айтарым да сол. Тамаша. Қарияларын тастамай, жынды болса да өз әке-шешесін байлап бақты. Қандай жағдай болмаса әке-шешесін көшеге итермесе де, әйеліне жаңағы сөзіне сен ата-аналарын сыртқа теуіп жатқан қаншама ер азаматтарымыз бар. Сол ер азаматтарға айтарым, сол сені кішкентай кезінен шырылдап бағып қарады, ұйықтамай түн ұйқысын 4 бөліп дегендей. Сол кезеңдерін еске алса деймін. Ертең өзі де ата-ана, өзі де қария болатын
есіне түсірсе де білсе де өйткені соның өзінің анасының кейпін өзіне бермейтін кімге біл 100% келеді. Неге ол өзі де қария болмайды ғой, мүлдем қария болып жасарып отырады. Бұл өмірдің кәшей құдай емес қой, бір жалғыз ғана құдай ғана қартаймайды бұл жерде. Қалғанымыз бәріміз қартаямыз, өтеміз. Сондықтан осы бәрін ойланып алға қойған мақсаттарын жүзеге асырып ең үлкен қазына ата-аналарына қарап қарсы алып айтамын. Дұрыс айтасыз. Міне көптеген қызықты ауыр сөздер, қызықты сөздер, өнеге сөздер айтылды. Ризамыз сізге.